Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге ерекше тағамдар әлемі. Бүгінгі видеомда сіздерге өте жұмсақ, сочный, нәзік омлетті рулетті қалайша оңай жасауға болатынын көрсететін боламын. Барлық ингредиенттер төменде көрсетілген. Ең алдымен пиязымызды жіңішке майдалап турап алатын боламыз. Ал сәбізімізді үккішіміздің ең жіңішке деген тесігінен барлығын өткізіп алуымыз қажет болады. Егер де сізде фарш қалмаған болса, еш қапаланбаңыз. Фаршсыз-ақ тек қана пияз бен сәбіздің көмегімен өте дәмді омлетті рулетті жасауға болады. Осылайша сәбізімізді үккіштің көмегімен өткізіп аламыз. Содан кейін негізін жасайтын боламыз. Ол үшін бізге 4 жұмыртқа қажет болады. Рулетіміз пышный, яғни жұмсақ, биік болып шығу үшін жұмыртқамыздың ақ уызы мен сары уызын бөлек ыдыстарға салып алатын боламыз. Ендеше сары уызымызға татымына қарай тұзымызды салып, шанышқының көмегімен араластырып алғанымыз дұрыс. Ал ақ уызымызды араластыру үшін міндетті түрде миксер қажет болады. Миксердің көмегімен тоқтаусыз 2-3 минут араластыратын болсаңыз, біздің ақ уызымыз көпіршіп, қою консистенцияға ие болады. Қазір видеода барлығы анық нақты көрсетілген. Содан кейін ақ уызымыздың үстіне сары уызымызды салып, қалақшаның көмегімен жай ғана араластырып, біркелкі консистенцияға келтіріп алатын боламыз. Достар, каналыма тіркеліп лайк басуды және әрбір видеоға өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен кері байланыс мен үшін өте маңызды. Алдағы уақытта өте оңай деген дәмді рецепттермен бөлісетін боламын. Мінекей дайын консистенциямызды пергамент қағазының үстіне табаға салатын боламыз. Пергамент қағазының жан жағы бортик тәріздес видеода көрсетілгендей болуы қажет. Содан кейін қалақшаның көмегімен пергамент қағазының үстіне барлығын біркелкі қалыңдықта жайып шығатын боламыз. Осылайша біркелкі формаға келтіргеннен кейін қызып тұрған 170 градустағы пешіңізге бар-жоғы 10 минутқа салып алсаңыз, қызарып рулетіңіз пісіп шығады. Ендігі кезекте салмамызды дайындаймыз. Еш қиындығы жоқ. Табамызға майымызды құйып, қыздырып, ең алдымен пиязымызды жақсылап қуырып аламыз жұмсарғанша. Содан кейін сәбізімізді салатын боламыз. Барлығын жақсы майға қуырып, егер де майыңыз аздау болса, сәл үстіне құйсаңыз да болады. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай орташа отта сәбізіңіз бен пиязыңызды осылайша қуырып аласыз. Осылайша пиязымыз бен сәбізіміздің үстіне фаршымызды салып, қасығымыздың көмегімен езгілеп, жақсылап араластырып қуырып алатын боламыз. Және татымына қарай тұз, бұрыш салуды ұмытпаңыз. Мінекей достар, салмамыз дайын болды, жақсы пісіп шықты, татымына қарай тұзы да бұрышы да салынды. Ендігі кезекте омлетімізді салма салуға дайындайық. Ол үшін таза пергамент қағазының үстіне осылайша аударып, қағазын асықпай ақырын ғана алуымыз қажет.
Достар, тағы бір ескертетін жайт, пергамент қағазыңыз сапалы болуы қажет. Себебі егер арзан пергамент қағазы болса, жабысып қалуы мүмкін. Осылайша ешқандай үзілмей рулетіміздің сырты дайын болды. Содан кейін салмамызды сәл суытып, осы омлеттің үстіне салатын боламыз. Барлығын бір келке етіп, бірдей қалыңдықта жағып шығамыз. Осылайша салмасын орналастырып болғаннан кейін, әдемі етіп орап шықсаңыз, сіздің жұп-жұмсақ дәмді рулетіңіз дайын болады. Көріп тұрғандарыңыздай, орауы да, салмасы да еш қиындық тудырмайды. Қонағыңыз келсе де тіспасар ретінде ұсынуға таптырмайтын тағам. Осылайша әдемілеп орап, әдемі тысыңызға орналастырып ұсынсаңыз болады. Ендеше сіздерге дайын болған рулеттің ортасын кесіп көрсетейін. Қараңыздар, өте жұмсақ кесіледі, салмасы ондай қатты шашылмайды, барлығы бір келкі салынған, кескен кезде де әдемі болып көрінеді. Қараңыздаршы, сондай әдемі, салмасы сондай сочный болып, дәмі тіл үйіретін болып шығады. Сіз де жасап көріңіз, өте оңай жасалады. Видеомды соңына дейін көргеніңізге алғысымды айтамын.